Мына жерден естейм енді. Туй, қалаға қайтқым келеді. Мәссаған. Бұл не ғажап? Ұлы қазақ даласына қош келдің. Қазақтың ұлан байтақ кең дала тарихы таңғажайып хикаяларға толы. Сіз кімсіз? Дала шексіз, оның хикаялары мәңгілік. Сен оны тыңдауға дайынсың ба? Ұлан байтақ даламыздың жыры тарихымыздың дауысы. Бұл біздің тарихымыздың дауысы. Даланы жырсыз елестету мүмкін емес. Сыңғырлаған үнімен сыр айтқан күй қазақтың жүрек тілі. Ата, ана тұрған портал қандай көтерілісті айтып тұр? Даланы қорғаған батырлар болмаса, сен бұл жерді көрмес едің. Қанмен жазылған тарихымыздың бір куәсі 1916 жылғы ұлт намысын оятқан кез болатын. Бұл ақ найзаның ұшы ақ білектің күшімен келген күрес еді. Білім мен мыңды, білекпен бірді жығатын ой майданы тілмен жер ана үшін күреспен жалғасып келеді. Ұлт тағдыры ұрпақ қолында. Мен жыр арқылы ұрпағыма үн қаттым. Сен оны естідің бе, балам? Әрине, Ендеше сен де өз даусыңды қос. Дала сенен де үміт күтеді. Нұрасыл, бұл сенің тарихың. Сен тарихтың жалғассың. Ұмытпа, болашақ өткеннің негізінде құрылады. дәл осылай мен даланың үнін естідім. Жүрегім, жырым сенікі, кеңесті далам, кең далам.